2026-27 оқу жылында Түркістан облысының мектептерінде 568 мыңнан астам оқушы білім алады. Оның ішінде 50 мыңнан астам бала алғаш мектеп табалдырығын аттайды. Қазір бірінші сыныпқа қабылдау жалғасып жатыр. Жаңа оқу жылына дайындық мәселесі облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде қаралды. Нұралхан Көшеров жауапты басқармалар мен аудан қала әкімдеріне барлық білім беру ұйымдарын оқу жылын басталғанға дейін толық дайын ету жөнінде тапсырма берді. Облыстық білім басқармасының мәліметінше, өткен оқу жылында өңірдегі 1106 мектепте 554 мыңнан астам оқушы білім алып, 67 мыңнан астам педагог жұмыс істеген. Ал пайдалануға берілген 29 келешек мектебінің толымдылығы бүгінде 95%-ға жеткен. Жаңа мектептерге 1581 мұғалім мен 801 техникалық қызметкер қабылданған. Облыста 1106 орта білім беру ұйымында 554.776 оқушы білім алып, 67.636 педагог қызмет етеді. Мектептердің 940-ы мемлекеттік, 166-сы жекеменшік білім беру ұйымдары. Жаңа оқу жылында 1-11 сыныптардағы оқушылар контингенті шамамен 569 мың оқушыға жетеді деп күтілуде. Биылғы жылы 1-ші сыныпқа рекордты 50.273 оқушыны қабылдауға жоспарлап отырмыз. Өткен жылы өздеріңіз білесіздер 49.888 оқушыны қабылдағанбыз. Түркістан облысы бойынша 1-ші сыныпқа құжат қабылдау ағымдағы жылдың 29 маусым мен 31 тамыз аралығында жүзеге асырылып жатыр. Биыл оқушыларды оқулықпен қамтамасыз ету үшін облыстық бюджеттен 7,1 миллиард теңге бөлінген. Сондай-ақ әлеуметтік осал санаттағы 60 мыңнан астам оқушыға мектепке қажетті құрал-жабдық алуға қаржы қарастырылған. Білім сапасы да жақсарып келеді. 2025-26 оқу жылының қорытындысы бойынша облыстағы білім сапасының көрсеткіші 60%-ға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 5,4%-ға артқан. Ал ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа нәтижесі 62,4 балды құрап, республикалық орташа көрсеткіштен жоғары болған. Сонымен қатар жаңа оқу жылы қарсаңында білім беру ұйымдары жылу маусымына дайындалып жатыр. 110 білім нысанын табиғи газға көшіру жоспарланған. Бұл жоба жыл сайын шамамен 180 миллион теңге бюджет қаражатын үнемдеуге мүмкіндік береді.